еңбек етпеген, ішіп жемейді, серп ертегісі. Король Матидің сұлу қызы болыпты, бірақ жалқау болыпты. Әсте ештеңе істемепті, тіпті ескі икемі де болмапты. Күнде айна алдына отырып алып, сыланумен болыпты. Оны ұзататын шақты келеді. Король былай деп жариялайды: менің қызымды 3 жылда жұмысқа кім үйретсе, соған күйеуге беремін. Уақыт өте береді. Бірақ король қызына ешкімде құда түспейді. Король төңірегіндегі нөкерлерін қызына күйеу іздеуге жібереді. Ол жан-жаққа кетеді. Сөйтіп, оларға бірде 8 өгізбен жер жыртып жүрген жігіт кездеседі. Олар бірден оған корольге баруға бұйырады. Жігіт қорқып кетеді, бірақ бармасқа амалы жоқ. Сонымен ол корольге келеді. Ал король оған бәрін рет-ретімен әңгімелеп береді. Жігіт келісіп, қызды 3 жылда жұмысқа үйретуге уәдесін беріпті. Сөйтіп ол король қызын үйіне ертіп әкеледі. Анасы алдарынан жүгіре шығып, сұлу қызға қайран қалады. Келесі күні жігіт соқаға өгіздерін жегіп далаға кетеді. Ол анасына келініңді жұмыс істеуге мәжбүр етпе деп тапсырады. Кешке жұмыстан оралады да, анасы кешкі асын береді. Мама, бүгін кім жұмыс істеді деп сұрапты ұлы. Екеуміз, дейді анасы. Сірә, кім еңбек етсе, сол ішіп жейтін болар. Король қызына бұл ұнамайды. Ол ашуланып, аш қалдында ұйықтап қалады. Келесі күні де нақ осылай болады. 3-ші күні король қызы шыдамай қайненесіне: мама, маған әлде қандай жұмыс берші, қол қусырып отырмайын, депті. Қайненесі отын жар дейді. Кеш болады, асқа отырады, ал ұлы тағы да сұрайды: мама, бүгін кім жұмыс істеді? Біз үшеуміз де, мен, сен және король қызы. Сірә, еңбек еткен, ішіп жейтін шығар. Үшеуі де кешкі асты ішеді. Осылай король қызы ептеп жұмыс істеуге үйренеді. 3 жылдан кейін король қызының қалын білуге келеді. Қайненесімен үйлесе жұмыс істеп жүргенін көреді. Қалай сен, жұмыс істеуге үйрендің бе? Деп қуана сұрайды король. О не дегенің? Деп жауап береді қызы. Біздегі тәртіп мынадай: еңбек етпеген, ішіп жемейді. Әке, кешкі ас ішкің келсе, барып отын жар. Король қызы мен күйеу баласына көп тарту таралға келіп қонақ болады. Содан соң үшеуін де өзінің сарайына алып барады. Ол жігітті туған ұлындай қабылдап, өзінің тірі кезінде бүкіл корольдігін табыс етуге уәде беріпті.